А, Менің ойымша ол жерде ақша кітаптың арасында тұрды да, сосын егер бала оқыса ақшаны тауып алушы еді, или ең соңғы бетінде, иә, жеткен кезде сол уақытта ол ақшаны алушы еді. Ал ол ақшаны көрген жоқ, сондықтан да әкесі айтады оқымадым деп. Бірақ кітап немен біткен сұраған жыр соңғы Жоқ. кітапты береді, оқиды да, иә, кітапты оқып бітіріп шық дейді. Шағын көп қыры қолдан қолға өтеді. Өмірдің талай маусымы ішіне сыйып кетеді. менің ойымша флешка. Сізге бір жұмбақ жасырсам, сөзі дана үні жоқ, сөйлемейді тілі жоқ, қолыңа алсаң шешен, ақылы асқан көсем. Кітап. Дұрыс таптыңыз. Бір күні әкесі ұлына бір кітап беріп, мына кітапты оқысаң, мен саған 2000 теңге беремін деп айтады. Баласы бір аптадан кейін әкесіне келіп, әке, мен кітапты оқып бітірдім дейді. Сонда әкесі баласына кітапты оқымағансың деп айтады. Баласының кітапты оқымағанын әкесі қайдан біледі деп ойлайсыз? Кітаптарды ашпаған шығар, әлде қалай деп айтсақ болады. Егер ол кітапты оқысаң, сен одан да көп ақша табасың деген сияқты ма? Тағы сұрағыңызды оқыңызшы. Бір күні әкесі ұлына бір кітапты беріп, мына кітапты оқысаң, мен саған 2000 теңге беремін дейді. Баласы бір аптадан кейін әкесіне келіп, әке, мен кітапты оқып бітірдім дейді. Сонда әкесі баласына кітапты оқымағансың деп айтады. Әкесі баласының кітапты оқымағанын қайдан білді деп ойлайсыз? Менің ойымша ол жерде ақша кітаптың арасында тұрды да, сосын егер бала оқыса ақшаны тауып алушы еді, или ең соңғы бетінде, иә, жеткен кезде сол уақытта ол ақшаны алушы еді. Ал ол ақшаны көрген жоқ, сондықтан да әкесі айтады оқымадым деп. Бірақ та балалар болады, ақшаны көрсе де өзінікі емес болғандықтан әкесіне айтатын оқып болдым деген сияқты. Әкесі ақшасын мәселе ол кезде рұқсат салып отыр ол ақшаны. Мен математика тұрда мен солай ойлаймын. Ол жұмбақтың кішкене сол бір несі шығар. Меніңше онда жұмбақты кішкене өзгерту керек па? Осыны оқып бітірсең, сен 2000 теңге табасың деп айтса, табасың деген сөз оқып бітті, артынан ақшасын тауып алды. Вот сол кезде. Ал берем деген сөз, ол өз қалтасын алып беру керек ақшаны. Ал ортасына тұрған ақша ол тиіспеу керек деген сияқты. Мен ойымша мүмкін солай келтіру керек шығар, сол жұмбақты. Я, жауабыңыз дұрыс, рахмет. 5 жас маманға барлығы 1500 теңге жалақы берілді. Олар ақшаны бөліп әр қайсысы өзіне 320 теңге тұратын кітап сатып алғысы келді. Біреуі сатып ала алмайтынын дәлелдеңіз. Бұл Дирихле принципі деген бар, бұл жерде мынадай болады. Егер біздер 5 адам теңдей бөліп алатын болса 300 теңгеден келеді. Ал біздің байқағанымыздай 4 адам 320 теңгеден сатып алып тұр. 420 теңгеге көбейтеміз, ол қанша болады? 5800 бола ма? Қанша? 4-ке көбейтеміз. 324-ке көбейтеміз, ол біздерде 1280 теңге болады. 1280 теңге алып тастасақ, 1280 теңгеден. Сол кезде ол кезде 220 теңге ғана қалады. Сәйкесінше ол аламын. Дұрыс, рахмет жауабыңызға. Қайырлы күн, сізге жұмбақ жасырсам, көлемі шағын көп қыры қолдан қолға өтеді. Өмірдің талай маусымы ішіне сыйып кетеді. Мен ойымша флешка. Жоқ, тағы да ойлаңыз. Бәрі сыйып кетеді. Көлемі шағын көп қырлы. Көлемі шағын көп қырлы. Телефон. Тағы да бір тереңірек. Телефоннан бұрын. Телефоннан бұрын. Өмірдің талай маусымы ішіне сыйып кетеді. Шағын, шағын. Келесің бір айтыңызшы. Онда көңіл де бар, онда өмір де бар. Оқыда демал. Кітап. Дұрыс. Сіздің жауаптарыңыздың арасында флешка деген нұсқа болды. Сіз олай не үшін ойладыңыз? Мен жаңа кішкентай, оған бәрі сияды дегеннен кейін менде ассоциация флешкада болды кішкентай, оған көп память сияды деген сияқты. Ал кітап бұл
үлкен деп өзім ассоциация аламын ғой, үлкен. Ол ойыма келмеді. Бірінші Yes. флешка болды. Сіздің жауабыңыз осы. Иә. Рахмет. Қайырлы күн, сізге бір жұмбақ жасырсам, көлемі шағын көп қара, қолдан қолға өтеді. Өмірдің талай молсыны ішіне сыйып кетеді. Кітап. Дұрыс. Енді бір жағдаяттық тапсырма сияқты. Бір күні әкесі ұлына бір кітап беріп, мына кітапты оқысаң, мен саған 2000 теңге беремін деп айтады. Баласы бір аптадан кейін әкесіне келіп, әке, мен кітапты бітірдім деп айтады. Бірақ әкесі баласына кітапты оқымағансың дейді. Сонда әкесі баласының кітапты оқымағанын қайдан білді деп ойлайсыз? Кітап немен біткен сұраған жер? Соңғы. Жоқ. Кітапты береді, оқиды да, иә? Кітапты оқып бітіріп шық дейді. Бір сұрақ қоя ма? Жоқ, баласы кітапты оқыдым дейді, бірақ әкесі айтады, сен кітапты оқымағансың дейді. Ал оқысаң 2000 теңге берем деп айтқан басында. Сөйтіп сұрақ, қайдан оқымағанын қайдан біледі? Иә. Кітаптың ішінде ештеңе болмаған шығар. Иә? Пустой кітап болған ба? Жақындадыңыз, жоқ. Кітаптың ішіне байланысты. Кітаптың ішінде. Сосын 2000 теңге несіңіз ексіңіз. Кітаптың ішінде 2000 теңге болған ба? Дұрыс. Рахмет. Рахмет. Қабат-қабат қатталған, асыл сөзбен апталған. Парағы бар сөйлейтін, ол қазына өлмейтін. Жауабы кітап. Дұрыс. Рахмет. Тұрған жеріңде жатады, қолыңа алсаң өзіңе тіл қатады. Кітап. Дұрыс. Бір күні әкесі ұлына бір кітап беріп, мына кітапты оқысаң, онда 2000 теңге беремін деп айтады. Баласы бір аптадан кейін әкесіне келіп, мен кітапты оқып аяқтадым, 2000 теңге бересіз бе деп сұрайды. Сонда әкесі баласына кітапты оқымағансың деп жауап береді. Баласының кітапты оқымағанын әкесі қайдан білді деп ойлайсыз? 2000 теңгесі болмаған ғой. Жоқ. Немесе оқымағанның өзінің сұрағына байланысты. Бұнда жауап жоқ екен. Жауабы кітаптың ішінде 2000 теңге болған, баласы кітапты оқымаған. Альберт Эйнштейннің ойынша логика бізді А нүктесінен Б нүктесіне жеткізеді. Яғни біз кітап оқыған сайын ойымыз кеңейе түседі. Біз кино көргенде немесе белгілі бір бейнені көргенде біз дайын бейнені көреміз. Ал кітап оқығанда адамның логикасы дамып, фантазиясы әртүрлі нәрселерді елестетіп, қиялы дами бастайды.